Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай ешқандай қоспасыз дайындалатын құрамы дәрумендерге толы пастила дайындаймыз. Кез келген диетада жүрген адам үшін таптырмайтын дәмді ас болып саналады. Құрамында пектині көп мөлшерде болғандықтан адам ағзасына тигізетін пайдасы мол. Ең басы жасалу өте оңай және алдын ала жасап, кез келген уақытта пайдалана берсеңіздер болады. Және кез келген жемістен жасауға болады. Бүгін мен сіздерге құлпынайдан және алмадан жасап көрсетемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Менде бұл жерде жарты килограмм құлпынай бар. Вареньеге жарамаған құлпынайларды алдым, себебі сәл жұмсарған екен. Жұмсарған құлпынайларды қолдануға бола береді, тек ең басы шірімеген болу керек. Құлпынайларды жақсылап жуып, шөптерінен тазартып аламыз. Содан кейін блендермен езіп шығамыз, немесе блендер болмаса, қасықтың көмегімен езуге болады. Егерде қышқылдау болса, қант қосуға болады. Менде қышқыл болғандықтан 2 ас қасық қант салдым. Пергамент қағазында немесе силиконный коврикті кептіруге болады. Мен силиконный коврикті пайдаландым. Міндетті түрде бірінші май жағып шығамыз, содан кейін массамызды құямыз. Менде 500 грамм пюре шықты, соның жартысын құйдым. Жақсылап тегістеп шығамыз. Бірде қалыңдықта болу керек, жұқа емес, қалың емес болу керек. Және 70-80 градусты 3 сағатта кептіреміз. Міндетті түрде пешімізге осындай лопатканы немесе карандашты қойып, сәл бір шетін ашып қоямыз. Кепкен кезде пастиламыз қолға жабыспау керек. Егер жабысатын болып тұрса, қайтадан сәл кептіріп алсаңыздар болады. Міне силиконный ковриктің бір пайдасы, пастиламыз теп-тегіс әп-әдемі болып шығады. Видеоның соңында қалай ұсыну керек екенін сіздерге көрсетіп шығамын. Және екінші біздің пастиламыздың түрі алмадан жасаймыз. Кез келген алманы пайдалана беруге болады. Ең басы шірімеген болу керек. Алмаларды ұсақтап кесіп шығамыз. Ортасындағы тұқымын алып тастаймыз, пайдаланбаймыз. Егер шіріген жерлері болса, шіріген жерлерін алып тастаймыз. Ыдысқа алмамызды салып отқа қоямыз. Және де кішкене су құямыз. Менде 1 килограммға кішкене 100 граммдай су құйдым. Және су қайнаған кезде жақсылап араластырып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Жұмсарғанша бұқтырамыз. Арасында араластырып тұру керек, себебі асты күйіп кетпес үшін. Міне менің алмаларым дайын болды. Жұмыстарды барлығы. Ендігі кезекте блендермен езіп шығамыз. Егер блендер болмаса, қасықтың көмегімен езіп шығуға болады. Негізі пастилаларды арнайы сушилкаларда кептіреді, бірақ үй жағдайында дәл осылай газда кептіруге болады. Дәл бағанақ процесті қайталаймыз. Сұйық май жағып, пюремізді саламыз. Мен 2 ожау пюре салдым. Тегістеп жайып шығамыз. Бірдей қалыңдықта болу керек. 70-80 градуста 3 сағаттай кептіреміз. Қолға жабыспау керек. Егер қолға жабысып тұрған болатын болса, сәл кептіріп алуға болады. Міне пастиламыз дайын болды. Әртүрлі бөліктерге кесіп, ұсынсаңыздар болады. Арнайы контейнерлерде немесе банкілерде сақтасаңыз болады. Егер видео сіздерге ұнаса, каналыма лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.